Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсының авторы Шакаримова Атақ Қалымқожа қызы. Сіздермен бүгін 7-ші сыныптағы көбею тарауын қарастыратын боламыз. Бүгін сіздермен біз біріншіден көбеюдің түрлерін талдаймыз, екіншіден гүлдің құрылысы, тозаңдану мен ұрықтану процесін, үшіншіден вегетативті көбею және түрлерін талдайтын боламыз. Ендеше біз сіздерге сабақты бастайық. Жалпы көбею дегеніміз не? Көбею дегеніміз ол ағзалардың артына ұрпақ қалдыру қабілеті. Көбеюдің екі түрі бар екен. Біріншісі жыныссыз көбею, екіншісі жынысты көбею. Жыныссыз көбею дегеніміз ол гаметалардың түзбеуінсіз жүретін көбею. Яғни жыныссыз көбею кезінде жыныс жасушалары гаметалар түзілмейді. Осы көбеюдің түрін біз жыныссыз дейміз. Ал жынысты көбею дегеніміз гаметалардың түзілуі арқылы жүзеге асады екен. Жыныссыз көбеюде өзгергіштік аз болады. Себебі көбінесе жыныссыз көбеюге бір ағза қатысады. Ал жынысты көбеюде өзгергіштік тән екен. Неге? Себебі бұнда аналық және аталық жыныс жасушалары қосылуы арқылы жүреді. Жыныссыз көбею көбінесе бір ағза қатысап, жынысты көбеюге екі ағза қатысуы мүмкін екен. Сондықтан оларға өзгергіштік тән. Жалпы жыныссыз көбеюдің келесідей түрлері бар екен. Біріншісі спора арқылы көбею, екіншісі вегетативті көбею. Өсімдіктерде осы екі түрі кездеседі, спора арқылы және вегетативті. Спора арқылы көбею, яғни спора бұл арнаулы көбеюге қатысатын жасуша. Спора бір жасушалы болады, онда кенеулі заттың қоры болмайды. Спора арқылы көбейетін өсімдіктер, мүктер, қырықжапырақтар, қырықбуындар, плауындар екен. Енді вегетативті көбеюдің түрлері келесі слайдта қарастырамыз. Балалар, вегетативті көбею дегеніміз ол бізде өсімдіктің белгілі бір бөліктері арқылы көбею. Вегетативті мүше деген болады, генеративті мүше деген болады. Вегетативті мүшелерге бұл өсімді мүшелер, тамыр, сабақ, жапырақ жатады. Ал генеративті мүшелерге бізде жеміс, тұқым және гүл жатады. Сол вегетативті мүшелер арқылы көбею арқылы көбеюді вегетативті көбею дейміз. Яғни бұл өсімді мүшелер арқылы. Бұл жынысты көбеюге қатысы жоқ. Вегетативті көбеюдің үш түрі бар екен. Біріншісі өсімді мүшелер арқылы, екіншісі түр өзгерген мүшелер арқылы, үшіншісі телу арқылы. Яғни бірінші вегетативті мүшелер немесе өсімді мүшелер. Бұл тамыр арқылы көбейтуге болады, жапырақ арқылы, сабақ арқылы көбейтуге болады. Яғни тамырдың, сабақтың, жапырақтың бір бөліктерін біз қалемше дейміз. Қалемшелеп көбейту. Мысалға алатын болсақ, сабақты бір кесіп алып өсімдіктің суға салып қойсақ, оның қосалқы тамырлары шығады, сол арқылы көбейтеміз. Жапырақты да солай көбейтуге болады. Тамырдың бір бөлігін қайтадан егетін болсақ, одан қайтадан өсімдік өсіп шығады. Бұл өсімді мүше. Тамыр, сабақ, жапырақ арқылы. Екінші вегетативті көбеюдің түрі бізде түр өзгерген мүше. Бұған бізде түйнек арқылы көбейту, картоп жатады екен. Пиязшық арқылы көбейту, қызғалдақ, лалагүл, пияз, сарымсақ, пиязшық арқылы көбейеді екен. Келесі мұртшалар арқылы көбею, бұл бүлдірген жатады екен. Тамыр, сабақ арқылы көбейту. Яғни бұл инжигүл, бидайық деген өсімдіктер тамыр, сабақ арқылы көбейеді екен. Келесі вегетативті көбеюдің үшінші жолы балалар бұл жерде ол телу арқылы. Телу дегеніміз не? Телу дегеніміз өсімдіктің бір мүшесін келесі мүшеге ұластыру болып табылады екен. Телудің не үшін жүргіземіз? Өсімдіктің сапасын арттыру мақсатында жүргізіледі екен. Бұл телудің екі түрі бар екен. Көшшелеп телу және қалемшелеп телу. Көшшелеп телу кезінде өсімдіктің бір шөгін алады екен, біз соны басқа өсімдікке орнатамыз. Ол үшін басқа өсімдіктің қабығында Т әрпі тәрізді кесінді жасаймыз, сол жерге басқа өсімдіктің бүршігін барып орнатамыз. Яғни осы өсімдіктен басқа өсімдік өсіп шығады екен. Енді қалемшелеп телуде
бір өсімдіктің бұтағын кесеміз, сол бұтаққа басқа өсімдіктің бұтағын әкеліп орнатып байланыстырамыз. Яғни осы бұтақтан басқа өсімдік өсіп шығады. Бұл қалемшелеп телу. Бұны неге жүргіземіз? Мысалға айтатын болсақ, кейбір өсімдіктер суыққа төзімді, ауруға төзімді болса, сапалық жағынан нашар болады. Алмалар мысалға айтатын болсақ, дәмі онша жақсы емес. Сонда дәмін жақсарту, мол өнім алу үшін телу жүргізіледі екен. Топырақпен өсіп тұрған өсімдік жерде ол телітуші деп аталады екен. Ал кеп орнатылатын өсімдік телінуші деп аталады екен. Яғни екеуін бір-бірімен байланыстырған кезде телу жүзеге асады екен. Телудің екі түрі барын айттық: қалемшелеп және көшшелеп. Бұның барлығы вегетативті көбеюдің түрлері болды. Үш түрін талдадық. Біріншісі өсімді мүше, екіншісі түр өзгерген мүше, үшіншісі телу арқылы. Балалар, енді сіздермен гүлді өсімдіктердің көбеюін талдайтын боламыз. Гүлді өсімдіктер немесе жабық тұқымды өсімдік дейміз. Неге гүлді? Себебі олардың көбею мүшесі гүл. Неге жабық тұқымды? Себебі олардың тұқымдары жемістің ішінде орналасқандықтан жабық тұқымды екен. Гүлдің келесідей бөліктері бар екен. Біріншісі гүл сағағы, екіншісі гүл табаны, үшіншісі гүл серік, төртіншісі аналық, бесіншісі аталық екен. Енді осы әр бөліктің қызметі мен құрылысын талдайтын боламыз. Біріншісі гүл сағағы. Гүл сағағы арқылы өсімдік сабаққа бекінеді екен. Екіншісі гүл табан. Гүл табан дегеніміз гүл сағақтың кеңейген бөлігі. Осы гүл табанға өсімдіктің басқа барлық бөліктері қайтеді екен, бекиді екен. Келесі бізде ол гүл серік. Гүл серік екі бөліктен тұрады: тостағанша және күлте. Тостағаншаның түрі жасыл түсті болады. Ол гүлдің ішкі бөліктерін, аналықтар мен аталықтарды зақымданудан қорғайды екен. Ал күлтенің түсі қызыл, сары, күлгін, көк болу арқылы бунақ денелерді өзіне еліктіреді. Айқас тозаңдануға маңызды болып табылады. Күлтелердің ішінде шірнеліктер болады. Шірнеліктер сыртқа бөліп шығарушы ұлпа, олар хош иіс бөледі. Сонымен гүл серікте, тостағанша да күлтеде жатады. Егер өсімдіктің екеуі де болса, қосарланған гүл серік, тек күлтесі ғана болатын болса, жай гүл серік болып табылады екен. Келесі гүлдің ең негізгі бөліктері ол аталық пен аналық. Аталық пен аналықтың қызметі, олар жынысты көбеюге қатысады. Аталық тозаң қап пен жіпшеден тұрады. Тозаң қаптың ішінде тозаңдар жетіледі. Тозаңдар пісіп жетілген уақытта тозаң қап ашылып, тозаңдар шашылады. Ал жіпшенің маңызы тозаң қапты жоғары көтеріп тұрады екен. Жынысты көбеюге қатысады тозаңдар. Келесі аналық. Аналық үш бөліктен тұрады: аузы, мойыны және жатыны. Жатының ішінде бұл аналықтың кеңейген бөлімі. Оның ішінде тұқым бастама немесе тұқым бүршік жетіледі екен. Болашақта тозаңдану, ұрықтану үрдісі жүргеннен кейін жатын жеміске айналады. Жатын да тұқым бастама немесе тұқым бүршік жетіледі. Келесі аналық мойын. Ол ауызды жоғары көтеріп тұрады. Ауыз ол тозаңдарды ұстап қалуға қажет екен. Яғни аналық жатын, мойын, ауыздан тұрады. Оның қызметі, жаңа әр бөлігінің қызметін айтып өттік. Негізгі қызметі жынысты көбеюге қатысу. Балалар, енді гүлді өсімдіктің жынысты көбеюін қарастырамыз. Гүлді өсімдіктің жынысты көбеюі екі кезеңнен тұрады. Бірінші тозаңдану, екіншісі ұрықтану. Тозаңдану дегеніміз ол тозаңның аналық ауызға түсуі. Ұрықтану дегеніміз аналық және аталық жыныс жасушаларының қосылуы екен. Жалпы тозаңданудың қалай жүзеге асатынын талдаймыз. Тозаңданудың екі түрі бар.
Біріншісі айқас тозаңдану, екіншісі өздігінен тозаңдану. Айқас тозаңдану дегеніміз не? Ол бір гүлдің тозаңы келесі гүлге түссе, ол айқас тозаңдану. Бір гүлдің тозаңы өзіне түссе, ол өздігінен тозаңдану екен. Айқас тозаңданудың үш түрі бар. Біріншіден, ол бунақ денелер арқылы тозаңдану, екіншіден жел, үшіншіден су арқылы. Бунақ денелер, яғни бір өсімдіктен екінші өсімдікке қона жүріп, тозаңдарды қайтып таратады. Бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктер қалай болады? Олардың түстері айқын, ашық түсті күлтелері болады. Және шірнеліктері өте жақсы жетілген хош иісті болады. Сонымен қоса оларда тозаңдары жабысқақ ірі болады екен. Неге? Себебі бунақ дененің денесіне жабысып келесі өсімдікке түсу мақсатында. Енді жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің ерекшеліктері қандай? Олардың тозаңдары майда, ұсақ және өте көп болады. Мысалы үшін тал, қайың сияқты өсімдіктер бұл жел арқылы тозаңданады екен. Ұсақ, майда және мөлшері өте көп болады. Енді су арқылы тозаңданатын өсімдіктер ол әрине судың маңында өмір сүреді. Олардың тозаңдарына су жұқпайтын болады, жеңіл болады. Судың көмегімен бір жерден екінші жерге таралатын болады екен. Тозаңдану дегеніміз сонымен тозаңның аналық ауызға түсуі екен. Енді тозаңдану үрдісінен кейін ұрықтану үрдісі жүреді. Балалар, тозаңданудан кейін ұрықтану үрдісі жүреді. Тозаң аналық ауызға түсті, одан кейін ол өне бастайды. Тозаңның өзі екі жасушадан тұрады екен. Біріншісі вегетативті жасуша, екіншісі генеративті жасуша. Вегетативті жасушадан тозаң түтігі түзіледі. Тозаң түтігі аналықтың мойны арқылы қозғалып келе жатады да, сол кезде екінші жасуша айттық, генеративті жасуша, ол екіге бөлінеді екен. Одан екі сперма пайда болады. Екі сперма тозаң түтігімен мойын арқылы қозғала отырып, жатындағы тұқым бастамаға қарай барады екен. Сөйтіп тұқым бастамаға енеді. Тұқым бастаманың ішінде бізде орталық жасуша және жұмыртқа жасушасы бар екен. Бұл орталық жасушамен бір сперма қосылады. Сол кезде триплоидты эндосперм пайда болады. Жаңа айтқанбыз, спермада гаплоидты жасуша жалғыз ен екен. Бірақ орталық жасуша қандай? Екі ен. Сөйтіп үш плоидты немесе триплоидты эндосперм түзілді. Эндосперм дегеніміз не? Эндосперм дегеніміз ол қоректік заттың қоры екен. Яғни оны тұқым өзінің өну барысында пайдаланады. Келесі жаңа айттық, екінші сперма бар деп. Сол екінші сперма тұқым бастамадағы жұмыртқа жасушасымен қосылады. Сөйтіп одан ұрық пайда болады. Сонда екі реттік ұрықтану жүреді. Бұны қосарлы ұрықтану дейді екенбіз. Бір сперма жұмыртқамен қосылып ұрық түзілді, екінші сперма орталық жасушамен қосылып эндосперм, яғни қосарлы ұрықтану жүрді. Гүлді өсімдіктерге қосарлы ұрықтану тән екен. Ұрық бізде алғашқы тамыршадан, алғашқы сабақшадан, алғашқы жапырақшадан тұрады. Олардан болашақта өсімдіктің мүшелері жетіледі. Ал ол жетілу үшін қоректік затты триплоидты эндоспермнан алады екен. Тұқым бастама немесе тұқым бүршік тұқымға айналады, жатын жеміске айналады екен. Сөйтіп өсімдіктің жынысты көбеюі жүзеге асырылады екен. Сонда ұрықтану процесі жұмыртқа плюс бізде сперма ұрық, эндоспермнен түзіледі бізде орталық жасуша плюс сперма екен. Тұқым бастама тұқымға, жатын жеміске айналды. Құрметті оқушылар, сіздерге мен бүгінгі сабақта вегетативті көбеюдің түрлерін, гүлдің құрылысын, ұрықтану үрдісін, тозаңдану үрдісін түсіндірдім. Сабақ ұғынықты болды деген ойдамын. Ендеше сіздерге осы
слайдта көрсөтүлгөн угумдарды дәптерге жазып алуу сунулады және биздеги тест онлайн тестти шешип өз билимибизди текшеремиз. Билмеген сурактарыбыз болса карап 100%га дейин орундауга тырышабыз. Сонымен сабагыбыз аякталды. Силерге түшүнүктүү болду деген ойдамын. Келесі кездескенче сау болуңуздар.